Наоборот, жоғын алайын. Короче, құрметті достар, қазір Мапоқ іште шаш алдырып жатыр. Бүгін важный бір рекламасы бар, короче. И қазір бір бетіне маска жасатып жатқан кезде, короче, өзі көрмей тұрған кезде шашын алып тастайын деп жатырмын ортасынан. Сондай бір контент пранк жасағымыз келіп тұр. Кеттік. Жоқ, наоборот, наоборот, жоғын алайын. Что хуйня, блядь? Долбоёб! Малсың ба? Бля, долбоёб! Отса мен істеп беремін, екі жағын бейті ортаға жабамыз да, білімей кетіп, астына тас десеңдер. Албем шашын артынан QR код шықты. Досыға ақшаның бәрі малдама деп қоям. Ойлаш 500 қой алып қойдың, келесі жыл 1000 болады. 2027-де 2000. 28-де 4000. 29-да 8000. 2030-да 16000 қойың болады екен ғой. Ё-моё, 2030-да 2000-дар 30-ға толып атады екен. 80-дер 50-ге толып атады екен. 50 демекші 50 грамм алтын 2030-да қанша теңге болады екен, Похуй масында саған? Үстісіне әріңмен жалғып айта бересің ба? Похуй маған да, үйендай қатты похуй емес бірақ маған. Мама. Похуй ма, братан, сонда похуй ма, братан? Алло? Алло, қайдасың? Ей, жұмыстамын ғой. Ерігіп жүрдейсің ба? Жұмыста? Иә. Давай. Ей, не жүрсің сен? Жұмысың осына? Тесік кетті ғой. Ой, соның өзін тығамай жатыр ғой. Ай, үйде де сол бүңкі. Ырбыңдама сен үйтебе балдардың көзінше. Сәл жұрттың ойнағанына қарсысың. Не алам мен оларға қарап? Қолыңды ақшы. Ұрамайсың ғой ана мен. Ұруға болады. Ұрамайсың. Көрсетейін ба? Көрсет. Міне. Мими. Кімсің? Кім болғанда күйеу балаңыз, күйеу баласыз. Қызыңызға келіп тұр ма? Қай қызыма? Салтанатқа ма, Айданаға ма? Салтанатқа? Так, салтанаттың қалың малы 1.800.000. Айдана ше. Когда сен папаңмен мама арқылы сөйлесесің, папа әйел арқылы не болып кеттіші? Мама, папаға айтыңызшы, сәл кешке келем шықтым деп. Папасы, Ринат кеш келем дейді. Ей, айтана балаңа, 11-ден кешікпесін. Папаң кешікпей 11-де келсін деп жатыр. Немене мына екеуі бір-бірімен сөйлеспейсіңдер ма? Мама, папаға айтыңызшы, бір 5000 теңге беріп тұрсын. Папасы, Ринат 5000 теңге беріп тұрсын деп жатыр. Сен Каспийінге сап жерем. Айт сосын қайтарып берсін. Ринат, кейін қайтарып берсін деп жатыр. 15.000 қып. Неме біліп мына екеуі бір-бірін түсінбейсіңдер ма? Осы ше? Мама, папаға айтыңызшы, машинаның кілтін беріп тұрсын, қазір 1-2 сағатта келем ше. Папасы, Ринат кілт беріп тұрсыншы деп жатыр. Қайға бармақшы ол? Мә, жайдасын айт балаңа. Ма? 1-2 сағатта келем ғой. Немене біліп мына? Екеуің бір-бірін еспейсіңдер. Жақсы екен, папаңа тартып берші. Өзі тартып алсын да, қолы бар шығар. Ай, мамасы, естідің ба? Дәурен баласының қолын сындырып тастапты ғой. Мамасы сөз қайтарған үшін. Енді больницада жатыр екен. Қолын сындырып тастаған ба? Онда жайлап тартып бере салайын ойында. Папаға айтыңызшы, телефон беріп тұрсын. Папасы, Шайға келіңдер. Мама, папаға пранк істейік. Не пранк? Дайын ба шайың? Ай!
қайдан алдыңыз отағасы? Шай. Танысып қойыңыз, жаңа күйеу балаңыз аты Нұрболат. Привет, мама. Біраз зорлап алып келгенсің ба? Өзіңнен кішкентай сияқты ғой мынау. Кринж болып тұрмын ба? Қызым не дейді мынау? Кринж дей ма? Үйге жалынып тұр ма? Кірші, кіре қойшы. Шешен сен мынау кімнің бөпесі кіріп кеткен үйге? Мына шығарсаңшы, кімнің баласы? Ешкімнің баласы емес қой, сен күйеу балаң қызың әкеліп тұрған жоқ па? Я мынау әлі сүт қой. Я білмей шешесі батамды бердім бақытты бол. Ал айта отыр күйеу бала, не жұмыс жасайсың? Стройкада істейсің ба? Стройка ма? Ой, стрём ғой, мама, стрём ғой. Қызым не деп отыр мынау? Стринги киемін дей ме? Не дейді? Жоқ, мама типа стрём деп отыр. Ұят қой дейді ол. Вообще қаяқтықсың сен күйеу бала? Алматинский имбамын ғой. Қызым не дейді? Шешең сыйлайын. Симбамын дей ма мынау? Адам ба шешең? Жоқ, мама симбамын деп атқан жоқ. Имбамын дейді. Имба деген типа күшті деген сөз ғой. Мама, үйлеріңіз кішкентай екен, Харофлы салынған сияқты, Ай, анаңды сыйлайын, роллтынды қайдан тауып беремін мен саған? Қызым, мынау не роллтын жейтіні бар бетін не мынаның? Жоқ, мама, рофл дейді. Рофл деген типа по приколу салынған ба деп атыр. Я құрсыншы күйеу бала, қалың мал бересің ба маған? Жоқ, мама, мен қалың мал бермеймін, мен сигмамын. Қызым, сен мынаның қасынан мамасы сияқтысың. Бар кетші бар анаңды сыйла. Құрсын абьюзер екенсіз, минус аура. Кетші анаңды сыйла, шегірткен айғыр құсама. Аха, жарайды. Мамам келатыр мен. Ол кім? Ол кім нес? Енең да сенің? О, шешем келді. Ешкім күтіп алған жоқ. Қалайсыз? Сүймей ақ қойшы. Әкел бет. Күйеу бала енді сен де жүре берме, мына үйді сәл ремонттап. Есік дейтін вообще керек емес қой. Ебір ремонт қыл керек қой. Атсысадыш маған. Мына тамақты ешкім жемейтін болса ше, итке тастай салайын, итке бересіз. Итке тастаған несі? Берсе күйеуіңе, күйеуің жеп қояды ғой. Мен не деп жеймей? Жоқ, рахмет, тоқым, керек емес. Сырапшылсыңдар. Сіз де жеп қойсаңызшы. Зор тамақ екен ғой. Мама, анау кешегі сантехник. Ей қыз, папаң отқан жоқ па? Қомашеш сыпыр-тыпыр демей, шыпыр демейсің. Не болды қыз, не сантехник дейсің? Ой, папа, ештеңе. Я, мама, сол сыпыр-тыпыр, шыпыр сантехник. Я қасқа қосын, жыпыр-тыпыр, сыпыр ма? Я, шешең, сен не деп атсыңдар, я, сыпыр-шыпыр-тыпыр деп? Отачек қосын, не болды соншама ағылшынша тілін практика өтет отқан жоқпыз ба? Содан шыпыр-тыпыр-тыпыр деп? Басқа, соны папа сосын пыпыр-тыпыр білмей қалды ма сыпыр-тыпыр? Шешең, сен мен жамандап атсыңдар да? Я, бала, мана сестраң мен мамаң не деп атыр? Сыпыр-тыпыр дей ма? Не деген? Папа, ол дейтін пытілі ғой, пытілі, типа қыздар өздері сөйлеседі сол. Шешең, сондай ма? Сыпыр-пыпыр деген сол ма? Ал давай айтыңдар өсектерін, не деп атыр едіңдер? Ой, папа, содан пыпыр, сыпыр-тыпыр мама дейтін сені көзіңе сөп сал. Үйге сантехник келді деп тұрсың ба сен сонда? Мен бәрін түсініп отырмын. Үйреніп алдым мына пытілдеріңді. Қатын, нені түсініп қойдың дейсің? Сен дұрыс түсінген жоқ. Мен бәрін түсініп отырмын. Үйге сантехник келді деп отқан жоқ па? Сен дұрыс түсінген жоқсың. Шын айтамын, жан тоқта. Шешең, сен қатын, сенен ондай күткен жоқпын бе? Кран бұзылып қалса айтпайсың ба маған? Немене сантехник